Сәлеметсіз бе, құрметті мұғалім? Менің оқу жылдамдығын дамыту бойынша Telegram каналыма қош келдіңіз. Қазіргі видеода мен сіздерге оқу жылдамдығын арттыратын жаттығулар деген тақырыпта сабағымды көрсетемін. Құрметті мұғалім, егер осы видеоны соңына дейін көрсеңіз, оқушының оқу жылдамдығын арттыратын жаттығулар деген менде мынандай дайын чек-лист бар. Бұл чек-листтің ішінде бірнеше әдіс-тәсілдермен бөліскенмін. Осы әдіс-тәсілдерді сіз өзіңізге жүктеп ала аласыз. Оны қалай жүктеу керек екенін осы видеоның соңында айтатын боламын. Енді бұл видеода не айтылады? Қысқаша шолу жасай кетейін. Біріншісі, қашықтықтан оқыту кезінде оқушылардың оқу жылдамдығы төмендеп кетті. Ол барлығымызға белгілі. Енді ол оқушыларды өзінің нормасын жеткізіп алу үшін қалай жұмыс жасаймыз? Осы тәсілмен бөлісемін. Сонымен қатар 2-4 сынып оқушыларына арналған менде жылдам оқуға дайындық деген мынандай программа бар. Бұл 3 кітаптан тұратын программа. Осы кітаптардағы программа бойынша сіздерге бірнеше әдіс-тәсілдерді көрсетемін. Және 1 сынып оқушыларына арналған оқуға үйрету программасы бойынша әдіс-тәсілдер болады. Одан кейін ең соңғысы оқушының жылдам оқу қабілетін қалай дамытамыз. Осыған байланысты әдіс-тәсілдермен бөлісемін. Менің есімім Айнұр Жүсіп, мен өзім туралы толық таныстырған мәліметті бүгін кешкі сағат 21:00-де өтетін тікелей эфирімде беремін. Бұл сабақ қысқа ғана, сондықтан мен сізге тек қана әдіс-тәсілдермен бөлісейін. Мен жүргізіп отырған мектебім аты Ғаламат онлайн мектебі деп аталады. Инстаграмнан, ютубтан көрсеңіздер болады. 3 жылдан бері жұмыс жасаймыз. Оқу жылдамдығын арттыру бойынша менде мынандай 5 кітап бар. Бұл жерде кітаптар 1 сыныпқа арналған программа бөлек, 2-4 сыныптарға арналған программа бөлек. Бұл кітаптар туралы толық ақпаратты мен бүгін кешке эфирде айттым. Ал қазіргі сабақта мен сіздерге осы кітаптардың ішіндегі ең күшті әдіс-тәсілдерді көрсетпекшімін. Енді көптеген мұғалімдер менің сабақтарымды ең алғаш көрген кезде өзі кішкентай екен, бірдеңе біле ма деп миындағы таракандар солай айтып жатады. Менің ютубтағы сабақтарым бойынша келген кері байланыстар. Міне мына жерде мен сіздерге 6 кері байланысты көрсеттім. Бұл жерде мені зейнетке шыққан мұғалімдердің өзі қарап, әдіс-тәсілдерім күшті екен деп комментарий жазып жатады. Егер қаласаңыздар, мен сіздерге бұндай 482 комментарийді көрсете аламын. Бұл енді миыңыздағы ол сөзді, ол тараканды алып тастаңыз. Өзі кішкентай екен, бірдеңе білемін. Қазір қандай ақпараттар айтатынды көретін боласыздар. Енді ақпаратқа оралайық. Оқушы неге жылдам оқи алмайды? Біз оқушыға жылдам оқы, міне мәтін, немесе үйіне звондап, анасына звондап, балаңызды үйіңізде оқытыңызшы, минутқа оқытыңызшы. Әлі 25 сөзбен жүр, әлі 17 сөзбен жүр деп шағымдан жатамыз. Бірақ жалпы жылдам оқу деген не? Осыған бірінші тоқталайықшы. Оқушының бойындағы неше түрлі қабілеттер бар, бірақ оқу жылдамдығы, жылдам оқу деген қабілет ол ең соңғы процесс. Оған дейін оқушының ең алдымен есе сақтау қабілеті жақсы болу керек. Есе сақтау қабілетін дамыту бойынша ассоциация, мнемотехника деген тәсілдер бар. Өлеңді оңай жаттатуға байланысты. Мен бұны YouTube каналдарымда да айтып жүрмін. Сонымен қатар бүгін кешкі тікелей эфирде де осы туралы айтамын. Және сөздік қорын дамыту керек. Сөздік қорын дамыту үшін біз көбіне жаңылтпаштар, жұмбақтар жаттатамыз. Және көздің қамту аймағы. Көздің қамту аймағына мен қазір бөлек тоқталамын. Және оның артикуляциясы, яғни сөйлеу аппараттары, тіл бұлшықеттерінің жұмыс істеуі. Сонымен қатар дұрыс тыныс алу. Қазір біз тыныс ал десе, деп екі иығымызды көтеріп шығамыз да, ол деген дұрыс емес, ол денсаулыққа да зиян, ол оның оқу жылдамдығына да кедергісін келтіреді. Бұл туралы толығырақ болады. Және жылдам ойлану. Мына жерде қате кетіп қалды, кешірім сұраймын. Ал жылдам оқу ең соңғы процесс. Балада алдымен 6 түрлі машық қалыптасып бітеді. 6 түрлі машықтың ең соңғы 7-ші машығы, оны толықтыратын машық, ол жылдам оқу. Енді есе сақтау қабілетін дамыту үшін ассоциация, мнемотехника деген тәсілдер бар. Ол деген кез келген затты суреттеу арқылы жаттау. Оның миында суреттеу, оның көз алдында суреттеу. Сонымен қатар сөздік қорын көбейту. Біз мына кітаптардың ішінде сөздік қорын көбейтуге өте көп жұмыс жасаймыз. Себебі балаларға бір мәтінді бересің, өте жылдам оқитын балалар да бар, бірақ сөздің мағынасын түсінбейді. Апай, аптабыстық деген не? Апай, жусан деген не деп сұрап отырады да. Сондықтан оқуға үйрету деген программалардың ішінде 1 сыныпта әлі оларда сөздік қор дамымаған ғой.
Сондықтан біз оларға көбіне сөздерді береміз, кішкене ерекше сөздер кездесіп қалатын болса, архаизмдер, тарихи сөздер деген сияқты, оны қазіргі жасөспірімдер түсінбейді. Сондықтан біз оларға мағынасын ашу бойынша сол сөзге байланысты жұмбақтар, жаңылтпаштарды қоса беріп отырамыз. Енді көздің көру аумағы. Статистика бойынша бір адам, жай адамдардың көзінің қамту аймағы 2-5 градус. Ол деген сөз, сіз бір қараған кезде көзіңізге 2 ғана сөз сыйдыра аласыз. Ал жылдам оқитын адамдардың көзінің қамту аймағы 15 градусқа дейін созылады. Ал көздің қамту аймағы қаншалықты кең, ол соншалықты жылдам оқиды. Ал көздің көру аумағын үлкейту үшін мынандай пирамида кесте деген жаттығуды оқушылардың барлығы жасауы керек. Бұл жаттығуды қалай жасайды? Бүкіл назары мына тұрған плюс таңбасында, қосу таңбасында болады. Бүкіл назары көзінің қарашығы, көзі ешқайда қозғалмайды, көзінің қарашығы қозғалмайды. Байқасаңыздар, буындар бір-бірінен барған сайын не істеп жатыр? Алшақтап жатыр. Демек, алшақтаған буындарды бір-бірімен қосып сөзді құрастыратын болса, оның уақыт өте келе әрбір қатар сайын көзінің қамту аймағы кеңейіп жатыр деген сөз. Көзінің қамту аймағы қаншалықты кең, ол соншалықты жылдам оқиды. Көздің көру аумағын үлкейтуге байланысты екінші жаттығу ол Шульце кестесі. Шульце кестесінде орындаудың негізгі мағынасы көздің көру аумағын үлкейту. Бір фокусқа, бір жерге көздің қарашығын қозғалтпай қарап отыру арқылы сандарды табу. Бір мына жерде, 2 мына жерде, 3 мына жерде. Сіз оған тапсырмада берсеңіз болады. Маған 25 сан тауып берші. Бүкіл оның назары 12 санына қарап тұрады да, ол 25 деген санды табуы керек. Демек, көзінің қамту аймағы кеңейіп жатыр деген сөз. Бұл оқушылар үшін ең қызықты жаттығулардың бірі. Бұны карточкалар түрінде де оқушыларыңызға көрсетсеңіз болады. Мысалы, біз жылдам оқу қорабының ішінде мынандай Шульце кестесінің карточкаларымен жұмыс істейміз. Бұл жерде оқушының бүкіл назарын ортадағы цифрға қаратып, мына жердегі сандар тауып бер деп айтамыз. Бұны оқушы қалай орындайды? Өзінен қолының қашықтығында алшақтатады. Бүкіл назары 8-де қарап, сандарды өсу ретімен немесе кему ретімен айтуына болады. Міне, бұл сияқты бұл жерде 10 түрлі карточкалар бар. Бұл негізі мұғалімдерге арналған көрнекілік. Бұл бойынша да толығырақ ақпарат кешкі 21:00-де өтетін тікелей эфирімде болады. Ал енді мынау пирамида кестенің екінші нұсқасы. Бұл жердегі орындау бойынша бүкіл назары мына жердегі қызыл буындарда айнала бүкіл назарын қызыл буынға қарай отырып, 3 буынды қосып айту керек. Ең соңында қарап тұрсыздар, буындар бір-бірінен өте алшақ орналасқан. Демек, оның көзінің қамту аймағы кеңейеді деген сөз. Одан кейінгі машық артикуляция, яғни тіл бұлшықеттерінің жұмыс істеуі. Біз артикуляциямен не үшін жұмыс жасаймыз? Себебі қазірден бастап балалар сөйлеуден қалып бара жатыр. Бүкіл назар телефонда ешкіммен сөйлеспейді, виртуалды әлемде өмір сүреді, виртуалды эмоцияны сезінеді. Сондықтан балаларға қазір артикуляциямен жұмыс жасату үшін әрбір жылдам оқу сабағының ішіне сіз осыны, өзіңіздің математика сабағыңыздың ішіне де осы тапсырмаларды кіргізіп отырыңыз. Себебі қазірден бастап оқушыларыңызға дұрыс сөйлеуді үйретсеңіз, ертең болашақта сөйлеген кезде де анық сөздері нық шығып отырады. Қазір біздің арамызда да өзіміздің айналамыздағы достарымыз бар, сөйлесе түсінбей отырамыз. Себебі тіл бұлшықеттері дұрыс дамымаған, әртүрлі акцентпен сөйлейді, немесе тілі бұрмаланып қалады деген сияқты. Ал енді артикуляцияға жаттығулардың ең күштісі мынандай ат жаттығу. Енді біз таңдайды тақылдату деген қазақта жоқ, ол дұрыс емес деп жатамыз ғой, бірақ артикуляцияға жаттығуларда біз жасауымыз керек. Тіл бұлшықеттерін барынша созып жұмыс ету. Одан кейін сағат жаттығуы. Тілді барынша оңға, солға қозғалту. Одан кейінгі жаттығу тарақ. Тілді тіспен тарап сыртқа шығарамыз. Бұл артикуляциялық жаттығулар жасату бойынша біздің сабақтардың ішінде логопед мамандар сабақ береді. Сондықтан бұл сіздерге қысқаша ғана бір түсінік болды. Ал одан бөлек оқушыларыңызбен тыныс алу ойындарын көбірек жасауға
кеңес беремін. Себебі жаңағы видеоның басында айтқандай, терең тыныс ал десек, деп екі иығын көтеріп шығады адамдарда. Өзіңіз де терең тыныс алып көріңізші. Екі иығыңызды көтересіз. Ол дұрыс емес, ол кезде өкпе қысылады. Ол кезде сіздің өмір жасыңыз қысқарып жатыр деген сөз. Ал терең тыныс алу деген ол ішпен тыныс алу. Оқушыларға қолын ішіне қойдырып, терең тыныс алғызып, демді іште сақтауды үйрету. Дем қаншалықты іште көбірек сақталады, ол соншалықты буындарды тезірек қосып оқиды деген сөз. Одан кейінгі машық жылдам ойлану. Бала өте сауатты оқу мүмкін, оқыған түсіну мүмкін, бірақ ода жылдамдық деген машық аз болса, ол жылдам оқи алмайды. Сондықтан біз балалардағы жылдамдық деген машықты қалыптастыру үшін неше түрлі ойындар береміз. Мына жердегі көрсетілген бір тапсырма бұл сандар арқылы жылдамдық деген машықты қалыптастыру. Бұл жерде не істейміз? Таймер қоямыз. Қандай жылдамдық деген машықты қалыптастырғыңыз келетін тапсырма болса, оған міндетті түрде мына жерде көрініп тұр ғой, уақыты, яғни таймер. Ол бала мына жерде сағаттың жүріп отырғанын сезініп отыру керек. Сондықтан жылдам ойлану машығы. Таймер қосасыз және бұның ішінде сандарды өсу ретімен тап, сандарды кему ретімен тап. Немесе бұл санды, мен саған қазір 5 түрлі санды айтам, сол 5 түрлі санды сен қанша уақытта табады екенсің, көрейік деген сияқты тапсырмалардың әртүрлі етіп форматын ауыстырып отыруға да болады. Ал енді мен сіздерге бірінші сыныпқа арналған екі кітаптың ішінен жаттығуларды көрсетейін. Енді ең негізгі тапсырма ол буындап оқу арқылы жылдамдыққа үйрену. Біз жалпы оқушылармен жұмыс істеу барысында буындар кестесін сызамыз және ол буындардың ішінен міне тапсырманы қараңыз. Ең бірінші тапсырма. Та буындарын сыз. Мына жердегі қанша түрлі буынның ішінен ол та деген буынды іздеп табу керек және ол уақытқа табады. Та буынын қанша та буынын тапты және қанша уақытта тапты. Оқушының нәтижесі осымен өлшенеді. Одан кейінгі оның өзгерген нұсқасы ап буындарын сыз. Уа буындарынсыз, әртүрлі өзіңіз буындар кестесін жасап аласыз да. Енді әріп танып келе жатқан оқушыңызға осындай тапсырмалар берсеңіз болады. Енді келесі жаттығу зейінді дамыту жаттығу. Бұл жерде ша буынынсыз, оқ буынын қорша. Бұл тапсырмаға берілетін уақыт 2 минут. Бұл осынша буындардың ішінен шаны табу керек және бұл жаттығуды орындап жатқан кезде оның есе сақтау қабілеті де артады. Неге? Себебі ша буынын ол сызу керек, ал оқ буынын қоршау керек. Буындармен жұмыс істеп жатқан кезде мен шаға келдім. Шаны сызам ба, қоршайым ба? Есе сақтау қабілеті дамитын болады және зейіні. Себебі бүкіл назарын ол мына жерде тұрған қаншама буынның ішінен ша мен оқ буындарына қою керек. Осы кезде оқушының зейіні дамитын болады. Және жылдамдық деген машықты қалыптастыру үшін міндетті түрде уақыты деген көрсеткіш. Әріптер тізбегінен шыны қорша, оның үстіне нүкте қой, ыңды сыз. Көрдіңіз ба? Енді бұл жерде не істеді? Көп деген мына жерде тұрған әріптер тізбегі қаншама әріп, оның ішінен 3 әріпке назар аударады. 3 әріпті әртүрлі форматта орындауы керек. Енді бұл тапсырманы оқушыңыздың деңгейіне қарай қиындатсаңыз да болады, оңайлатсаңыз да болады. Кейбір оқушылар болады ғой, өте үздік алғыр оқушылар. Оларға 4 әріп беріңіз, оларға 5 әріп беріңіз. Оқушыны максималды түрде зейінін дамытуға жұмыс жасау керек. Ал енді 2-4 сыныптарға арналған программа бұл жылдам оқуға дайындық жаңа көрсеткен 3 кітап. Бұл кітаптардың ішінде біз антиципация деген тәсілге көбірек мән береміз. Антиципация дегеніміз алдын ала болжай отырып оқу. Біз осы жаттығуларымыздың ішінен мынандайларды көп қолданамыз. Наурыз жыл басы оқушының оны ары қарай жалғастыру керек. Антиципация туралы толық ақпаратты бүгін кешкі тікелей эфирде айтатын боламын. Наурыз сияқты мәтіндердің бірнеше түрі кітаптың ішінде дайын күйде тұр. Кітапты алып сіздер өздеріңіз қолдансаңыздар да болады. Енді біз оқушыларымызға тек қана жылдам оқу үшін тек мәтінді бере бермейміз. Сондықтан жаттығулар, тапсырмаларды ауыстырып отырамыз. Неге? Себебі ынтаны ашу керек. Ал ынтаны ашу үшін оларға
басқа жерде жоқ жаңа тапсырмалар беру керек. Ал жаңа тапсырмалардың бірі бізге мынау. Қазір балаларда эмоция жоқ деп жатырмыз. Олар өлең оқыған кезде де эмоциямен оқымайды. Себебі виртуалды әлемде, телефон әлемінде өмір сүріп жатыр. Сондықтан кішкене эмоциясын шығара білсін, адамдарға деген махаббатын көрсетсін деген оймен біз мына жаттығуды қостық. Бұл эмоциямен оқу жаттығуы. Қараңыздар, 3 түрлі сөйлем. Қар еріді, су ақты, жылжып, жыл асты, ана тілің арың бұл. 3 түрлі сөйлем. Енді әрбір сөйлемді ол 5 түрлі эмоциямен оқу керек. Салмақты. Қар еріді, су ақты. Көңілді. Қар еріді, су ақты. Қатты. Қар еріді, су ақты. Жай. Қар еріді, су ақты. Көңілсіз. Қар еріді, су ақты. Міне көрдіңіз бе? Бұл сияқты неше түрлі тапсырмалар бар. Бұл тапсырмалардың көбісі мына кітаптың ішінде көрсетілген. Енді әріптер арасынан жемістерді тауып қорша. Қанша түрлі әріп, соның ішінен ол жемісті таба алу керек. Ол кезде көзімен қырағылығы және сонымен қатар зейіні. Енді мына жерден оқиық бірінші қатардан. Өрік, жүзім, мандарин, банан. Міне көрдіңіз ба? Бұл енді 2-4 сыныптарға арналған программа. Және оның уақыты. Қанша уақытта қанша жемісті оқушы таба алды. Оның көрсеткіші осылай өлшенеді. Енді құрметті мұғалімдер, мен сіздерге ескерткен болатынмын видеоның басында. Видеоның соңына дейін көрдіңіз, мына чек-листті жүктеп алу мүмкіндігі сізге бұйырды. Бұл чек-листті осы Telegram каналымның ішінде қазір сізге SMS келген болуы керек. Шыққаннан соң қарайсыз. Telegram каналында сізге SMS барды. Ол жерде чек-листті жүктеу деген батырма бар. Сол чек-листті, міне, скачать чек-лист деген батырма шығады. Соның үстін бассаңыз, сізді менің Telegram каналыма алып барады. Бұл екінші канал. Осы екінші каналдың ішінде мен мына чек-листімнің электронды нұсқасын салып қойдым. Егер түсінбей жатқан болсаңыз, оны қалай жүктеймін деп жатқан болсаңыз, астында видео инструкция менде көрсетіп қойдым. Енді құрметті мұғалімдер, мен сіздерге осы сабақта өткен бірнеше жаттығуларымнан дайын презентация дайындадым. Жылдам оқу презентация. Оны да осы каналдың ішіне, сіз чек-листті жүктеу деген каналдың ішіне барасыз, сол кезде көресіз. Бұл жерде тек қана тапсырмалар, артық ақпараттарды алып тастап, тек қана тапсырмаларды салдым. Енді сізге берілетін тапсырма, менің қазіргі айтқан жаттығуларымды тек қана тыңдап қоймай, менің презентациямды жүктеп алыңыз да ертең оқушыларыңызға барып сабақ өтіңіз. Тегін. Міне қараңыз, осы уақытқа дейін менің осындай тегін берген презентацияларымды оқушыларына сабақ өтіп, маған кері байланыстарын жіберген мұғалімдер бар. Сіз де сол мұғалімдердің қатарына қосылыңыз. Себебі менің сабағым, менің әдіс тәсілдерімді мұғалімдер тек қана тыңдағанын қаламаймын. Тыңдады ма? Бірден барып жасау керек. Онлайн түрде сабақ өтіп көріңіз, немесе қазір жазғы мектептерде жұмыс жасап жатсыздар ғой, офлайн түрде сабақ өтсеңіз де болады. Бүгін 21:00-де мен сізбен тікелей кездесуге шығам, яғни ол мұғалімдерге арналған мастер-класс болады. Қазір бір 10-15 минуттың ішінде неше түрлі жаттығулар, әдіс тәсілдерді көрдіңіз ғой. Ал енді мен кешкі болатын мастер-класста одан да көбірек әдіс тәсілдермен бөлісемін. Беретін ақпараттарым өте көп, дайындаған ақпараттарым өте көп. Ал ол мастер-класста сізді мынандай материалдар күтіп тұр. Бұл материалдардың әрқайсысын сізге практика түрінде көрсетемін, және осыларды жүктеп алып, ертең жазғы мектепте өз пайдаларыңызға жаратсаңыздар болады. Ең бастысы тікелей эфирге, яғни мұғалімдерге арналған мастер-классқа кіріп, мастер-классы соңына дейін көру. Құрметті мұғалім, бүгін кешкі болатын мастер-классқа келсеңіз, 1 грамм өкінбейді. Себебі мен мастер-классты осы уақытқа дейін бірнеше рет өткізгенмін. Бұл менің мұғалімдерге арналған ең алғашқы мастер-класстарымның бірі емес. Міне маған мастер-класстарыма беріп жатқан мұғалімдердің кері байланысы. Енді Телеграмда мен қандай хабарлама жазамын, бірден ашып қараңыз, себебі мен сізді артық мазаламаймын. Менің инста парақшама тіркеліп алсаңыз да болады. Кешкі мастер-класста кездескенше.